Біздің келесі сұрағымыз, намаз оқуға болмайтын уақыттар бар дейді. Сол қай уақыттар дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Намаз оқуға болмайтын уақыттар. Жалпы макрух болған, намаз оқуға тыйылған, жек көрілген үш үлкен уақыт бар. Бұл үш үлкен уақытта намаздың қазаларында өтеуге болмайды, және нәпіл намаздар оқуға болмайды. Бұл уақыттар мысалға таң намазы шыққаннан кейін күн көтерілгенге дейін деп келеді, 20 минут немесе 30 минут 40 минуттың арасы ихтиятан деп сақтықпен біз 30-40 минут намаз оқымасын дейміз. Таң намазы күн шыққаннан бастап 40 минутқа дейін нәпіл намазы да, қаза намаздары да оқылмайды. Екінші, күн тас төбеге келген уақытта, зәуал уақыты деп айтады, сағат 5 намазына 20 минут 30-40 минут қалған аралықта тап сол секілді қаза намазы да, нәпіл намаз да оқылмайды. Одан бөлек аср намазына шығуға сол сияқты 30-40-20 минут қалған уақыттарда, яғни мен барлығында 40 деп айтамын, неге? Ихтиятпен, яғни 40 минут қалғанға дейін, аср намазының шығуына 40 минут қалғанға дейін бұл уақыттарда нәпіл да, қаза да өтелмейді. Бұл уақыттарда қаза намазын өтеу немесе нәпіл намазын өтеу макрух, тахриман, харамға жақын макрух табылады екен. Енді бұл үш уақыттан басқа екі уақыт бар. Бұл екі уақыттарда нәпіл намаз оқылмайды, бірақ қаза өтеледі. Бұл қандай уақыттар? Таң намазы кіргеннен кейін ішінде нәпіл оқылмайды. Таң намазында тек қана 2 ракағат бекітілген сүннет оқылады, одан кейін таң намазының фарыз оқылады. Одан бөлек нәпіл намаз оқылмайды. Бірақ құптанның қаза оқып болған болса, басқа намаздардың қазасын таң намазының ішінде оқуға болады. Жақсы ма? Екінші уақыт бар екен, ол аср намазының алдында. Яғни аср намазын кірген бойдан аср фарыз оқып аласыз ғой. Аср намазының фарызын оқып алғаннан кейін нәпіл өте алмайсыз. Бірақ аср намазынан кейін қаза өте аласыз. Қашанға дейін бірақ? 40 минут қалғанға дейін. Уже аср намазы шығуына 40 минут қалған болса, онда ол макрух, үлкен макрух тахрим болып кетеді, бұда да нәпіл да қаза өте алмайсыз. Демек сіз аср намазын оқып қойған болсаңыз да, әлі макрух тахриман уақытқа жетпеген болса, онда жағдайда аср намазынан кейін де қаза өте аласыз. Жақсы ма? Бірақ не оқу болмайды, нәпіл оқу болмайды екен. Сонда біз білдік, екі уақыт бар, ол нәпіл оқуға макрух, үш уақыт бар, нәпіл да, қаза да оқуға макрух. Аллаху алейкум.